Қайырлы күн, бүгінгі жылдан Python сабақтарында біз if-else операторларымен танысатын боламыз. If сөзі ағылшын тілінен аударғанда егер деп аударылады. Яғни бұл Pythonда бұл операторлар бізге бір шартты тексеруге көмектеседі. Мысалға, int input алдыңғы сабақта өткендей, бұл айнымалысына біз енгізетін бір сандық мәлімет болады. Одан кейін егер осы нөлден үлкен болатын болса дейік. Математикада нөлден үлкен сандар ол оң сандар. Онда print оң сан деген текст шығарайық. Ал ондай болмай қалса дегенді else, кері жағдайда дегенді else оператормен көрсетеміз. Print теріс сан деп жазып көрейік. Запуск басатын болсақ, мына жерде мен 12 деп жазып enter бассам, оң сан деген шығады. Себебі менің енгізген саным 12 int input айнымалысына түсуде, және одан кейін егер нөлден үлкен болса дейді. Ның ішіндегі мән 12 және ол нөлден үлкен, яғни if шартының жанында жазылған өрнек дұрыс. Сол себепті біз print оң сан деген жолға барып, сол команда орындалады. Ал егер запуск басып мен -12 деген санды жазып enter бассам, теріс сан шығады сәйкесінше. Себебі айнымалысына -12 түсуде, және if үлкен болса нөлден, -12 нөлден үлкен деген өрнек қате. Сол себепті if шарты орындалып тұрған жоқ. If-тан кейін else операторына барып, else кері жағдайда немесе орындалмай қалған жағдайда автоматически теріс сан деген текстті шығару функциясы жүзеге асады. Бұл жерде енді кодымыз енгізілген санның оң немесе теріс екендігі туралы мәлімет шығарып отыр. Бірақ бұл жерде бір кемшілік бар. Себебі мен мына жерге 0 жазатын болсам, теріс сан деп шығарады. 0 математикада теріс санда емес, оң санда емес, ол нейтральный сан. Енді бізде Pythonда есебіміз екі ғана вариантпен шектелмейтін болса, яғни 3 немесе одан да көп бізде варианттар болатын болса, онда бізде кодтың тармақталуы көбейе түседі. Бұған бізде каскадный тактика қолдану керек болады. If else деген егер және болмай қалса ғой, оның арасына біз elif деген конструкция қоссақ болады. Elif ал егер деген түсінік ретінде қабылдасақ болады. Егер нөлден үлкен болатын болса, ол оң сан. Ал егер нөлден кіші болатын болса, онда ол біздің теріс сан деген жауапқа алып келеді. Одан кейін бізде else. Екеуі де, яғни дұрыс болмаған жағдайда. Бізде if нөлден үлкен дегенде қате болады. Elif нөлден кіші дегенде қате болады. Ол қандай жағдай? Ның нөлге тең болған жағдайы. Егер нөлге тең болатын болса, ол бізде нейтральный сан болады, 0 бейтарап. Запуск басып көретін болсақ, бізде 4 оң сан қалып келеді, -6 теріс сан қалып келеді. Ал 0 екі тексерістен де қате шығарады. 0 үлкен 0 қате, 0 кіші 0 тоже қате. Сондықтан бұл else-қа барып, 0 дегенде жауап neutral деген сөз шықты, нейтральный сан. Демек бізде if, elif, else конструкциясында if ең алғашқы тексерілетін шарт. Elif одан кейін тексерілетін екінші, үшінші, төртінші және сол сияқты шарттарды elif деп көптен қосуға болады. Ал else жоғарыда айтылған ешбір шарттар қанағаттанбағанда түсетін ең соңғы біздің вариантымыз.